Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы менің оқулықтарым. Бүгінгі сабақта оқулықта берілген тапсырмаларды орындаймыз. Өлеңнің негізгі ойын анықтаймыз. Тақырыпқа байланысты берілген кестелермен жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар өлең жолдарындағы ақынның ойын жалғастырамыз. Алдымен мына нақыл сөзді түсініп оқып көрейік. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Балалар, бұл нақыл сөздің мағынасын түсініп көріңдер. Қалай ойлайсыңдар, қандай мағынаны білдіріп тұр? Өз ойларыңды айтыңдар. Бүгін біз Несіпбек Айтовтың оқулық өлеңімен танысамыз. Алдымен мәнерлеп оқып көрейік. Саған білім жемісін оқулығың береді. Талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Оқулықты құрметте, күтіп ұста, кірлетпе. Кішілерге табыс ет, дақ түсірмей бір бетке. Балалар, өлеңнің мағынасы түсінікті ме? Яғни, сенің алдыңа оқулық келу үшін талай адам еңбек етіп, маңдай терін төгеді екен. Сонымен қатар, сол оқулықты сендерден кейінгі іні-сіңлілерің, қарындастарың оқиды. Сондықтан оқулықты құрметпен қарап, күтіп ұстап, кірлетпеу керек. Және кішілерге бетіне дақ түсірмей табыстауың керексің. Мына бейне жазбаға назар аударайық. Мұнда кітаптың алғаш қалай пайда болғаны жөнінде және адамдардың қалай еңбек еткені жайлы айтылған. Алғашында адамдар тек ауызша ақпарат алмасып, кейіннен түрлі бейнелерді тастарға қашап, ойларын жеткізген. Сүйек, тас, ағаш олардың негізгі құралы еді. Ежелгі мысырлықтар батпақта өсетін папирус өсімдіктерінен жұқа материал жасады. Ол парақтар таяқшаларға оралып, орама кітаптар пайда болған. Ал қағаз біздің заманымыздың 2-ші ғасырында тұңғыш рет Қытай жерінде пайда болды. Алайда қытайлықтар оның жасалу жолын ұзақ уақыт құпияда сақтады. Неміс шебері Йоган Гутенберг 15-ші ғасырда баспа станогын ойлап тауып, кітап ісінде жаңа кезең басталды. Құрылғы минутына 500 белгіні басып шығаруға жарады. Әрине, ол кезде суреттер қолмен салынатын. Кітап жасау аса ауыр жұмыс болғандықтан шығар. Оның құны әрдайым қымбат болатын. Қағаз 65% үйеңкі, 25% қайың және 10% терек ағашынан тұратын қоспадан өндіріледі. 1 тонна қағаз жасау үшін 2 тонна ағаш сүрегі қажет. Әлемді қағазбен қамтамасыз ету үшін жер бетінде қанша ағаш шабылып жатқанын есептеудің өзі қорқынышты. Алдымен ағаш қабығы аршылып ұсақталады. Кейіннен 150 Цельсий градуста қайнатылады. Нәтижесінде талшықтардан целлюлоза пайда болады. Дайын қоспа арнайы сыққыш аппаратқа жөнелтіледі де, соңғы кезеңде әбден кептіреді. Осылайша дайын парақтар баспаханаларға жол тартады. Балалар, бейне жазба сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни 1 тонна қағаз шығару үшін 2 тонна ағаш керек екен. Бұл өлеңнің авторы Несіпбек Айтов. Ол Тарбағатай аймағында дүниеге келген. Ақын, бөрі тостаған, құлан ойнақ, тағы басқа бірнеше кітаптары бар. Балалар, сендер мектепте қандай пәндерді оқисыңдар? Мысалы, қолымыздағы әдебиеттік оқулығына зер салып қарайық. Мына кестені толтырып көрейік. Басқа да оқулықтарыңды алып қара. Яғни бос уақытыңда осы кестені толтырыңдар. Мысалы, әдебиеттік оқулығын алайық. Оқулықтың аты әдебиеттік оқу. Ал осы оқулықтың авторы Бидана Тұрсынхан-қызы Қабатай. Бұл әдебиеттік оқулығы Алматы Атамұра баспасынан шыққан. Оның редакторы
Жұмабай Қайранбай және Ақмарал Ноғайбаева. Міне осылайша басқа да оқулықтарды ашып қарап, осы кестені ары қарай жалғастырып толтырып көріңдер. Өлең жолдарындағы ақынның ойын жалғастырып көріңдер. Мысалы, өлең жолдары талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Олар кімдер екен? Міне осыны өз ойларыңды айтып толтырып көріңдер. Балалар, біз әдебиеттік оқу, математика, қазақ тілі, жаратылыстану, дүниетану, өзін-өз тану, тағы да бірнеше оқулықтармен таныспыз. Кітап ол өмір ұстазы, сондықтан да оқушылар кітапты көп оқу керек. Кітап ол адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Кітап елді сүюге, талапты, кішіпейіл болуға, мейірімділікке, төзімділікке баулиды. Кітаптан ақыл кеңестер, тәлім тәрбие, үлгі өнеге алуға болады. Сондықтан да оқулықты ұқыптап ұстап, жыртпай, бетін кірлетпей күтіп ұстау керек. Себебі өзіңнен кейінгі кіші достарың да осы оқулықтарды пайдаланады. Сондықтан да кітапты сүюге, оны күтіп ұстауға міндеттісіңдер. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар балалар.